Сәлеметсіздерме? Мен орынбасар Әлиханмын. Бүгін сіздерге жол ережесін таныстырамын. Мен Астана қаласында тұрамын. Обра Мамытова атындағы 70-ші мектепте 1-ші Б сыныбында оқимын. Ешқандай жол ережесіне қатысушы боламыз. Жаяу жүргіншілер әрқашан мұқият болу керек, өйткені қауіпті жағдайға тап болмау өте маңызды. Жаяу жүргіншілер жолағы арнайы сызықтар, ол зебра деп аталады. Зебра жағында алдымен оң жаққа, содан кейін сол жаққа машина болмаса өтуге болады. Көшеде жүргенде жанында машина күтпеген жерден жол қалады. Мынау жаяу жүргіншілер белгісі. Жаяу жүргіншілер белгісіне күшеміз. Асыл жанғанда жүруге болады. Мынау бағдаршамның үш көзі болады. Қызыл жанғанда тоқтаймыз. Сары түс жанғанда тоқталады. Жас жанғанда болады. Мынау бағдаршамның үш көзі бар. Көліктерге арналған. Мына балалар жүгіруге болмайды. Көліктер жылдамдықты 40-тан асыруға болмайды. Өйткені жақын жерде мектеп бар. Бұл менің Момышұлы атындағы 20-ші мектебім. Балалар, жол ережесін сақтасақ, ешқандай қауіпті жағдай болмайды. Сау болыңыз. Ережесін сақтайық.